Сауаты төмен адамдар расында баласына дұрыс тәрбие бере алмай ма? Бұл әлеуметтік видеоны әрбір ата-ананың көруіне кеңес береміз. Бейнероликтегі ана ананас жемісін сататын ұсақ саудагер. Ол қызының ананасты қай жағынан бастап қалай кесерін білмей тұрғанын байқады. Бірақ ол ештеңе деместен қолына тағы бір ананасты алды да қызының қарсы алдына келіп оны тілей бастады. Қызы анасын қайталап, оны қалай кесуді тез үйреніп алды. Сабақтан қайтар жолда қызы сыныптастарының түрлі түсті балмұздақ жеп тұрғандарын көрді. Оның тек аузының суы құрып, оларды сырттай бақылап тұрудан басқа амал болмады. Себебі қолда бар мына тиынға балмұздақ келмейтін еді. Мұның бәрін анасы сыртынан алақандағыдай көріп тұрды. Қызының ұйықтап жатқан ұсқынын көріп, анасына бір ой келді. Ананасты балмұздақ пішіндес етіп кесіп, тоңазытқышта бір күн қатырып қойып, қызына армандаған ананастан жасалған балмұздағын берді. Анашым, мына балмұздақ өте дәмді екен. Осындай балмұздақ сатсақ қайтеді деді. Аузынан шыққан сол-ақ еді. Оның бірден ана қолдауын таба кететініне өзі де сенбеген болатын. Қызының шағын саудасы осылай басталды. Балмұздақтарын құшақтап үлкен базарды бір аралап шықты. Бірақ бірде-бір адам қыз балмұздағын сатып алмады. Балмұздақ еріп, тек таяқшалары қалды. Анасынан балмұздақтарды неге ешкім алмады деп сұрады. Сонда анасы базарды аралап, адамдардың қалай сауда жасап жатқандарын байқап шықсаң қайтеді деді. Сөйтіп қызы базарды тұтас аралап ұзақ бақылады. Көңілін бір үміт ұялады. Кешке үйге оралған соң ол өзіне бір жарнама тақтасын жасап, оны қажетті сөздермен көркемдеп алды. Дәмі тіл үйреді. Осылай деп үлкен адамдарша тосылмай айқайлай бастады. Сол-ақ екен, барлық балмұздағын жұрт талап әкетті. Ол қалай өткізуді ғана емес, сонымен бірге балмұздақ қаптамасын жасауды да меңгеріп алған болатын. Ол енді саудаға бірте-бірте велосипедпен шыға бастады. Қоңырауын сылдыр еткізсе болды, бір топ бала келіп балмұздаққа таласатын болды. Осы көріністі сырттай бақылап тұрған анасы қуаныштан жымиды. Ол, егер күндердің бір күнінде қасында болмасам, менің қызым өздігінен өмір сүре алады екен деп түйді іштей. Бұл Таиландтың болған оқиға желісімен түсірген әлеуметтік бейнеролигі. Өмірдегі кейіпкер қыз оқу стипендиясына ие болған. Сөйтіп бакалавр дәрежесін алған. Осындай ұрпақ тәрбиелеген қандай ақылды ана. Білімі таяз болса да, адамдығы биік мұндай адамдарды сауаты төмен деп қалай айтуға болады? Қалтасында ақшасы болмаса да, жүрегі балаға деген махаббатқа толы. Өмірден түйгені көп нағыз ана. Оның қызына берген кеңесі баршаның құрметі мен қолдауын тапты. Ол әрі қызына мәселені өзі саралап шешудің кеңістігі мен мүмкіндігін берді. Ата-ананың балаға берген ең нақты тәрбиесі үнемі өзінің айтқанын істету, немесе үздіксіз мәжбүрлеп, күштеу, ұрсып жазалауды емес, керісінше құшақ толы махаббат пен бірте-бірте өз бетінше өмір сүруіне жетектеп үйрету.